Ассалямуалейкум, ахи. Уағалейкум ассалам, бауырым. Сен қашан шықтың? 6 айдай болып қалды. Хабарласатын кісісің ғой. Жақсылап қарсы алатын едік. Рахмет, рахмет. Ешкімді мазалағым келген жоқ. Біраз жұмсарып болыпсың ғой. Бұрын қандай едің, Жұмсақтық мұсылманның сипаты емес пе? Мұсылман мықты болу керек қой. Дұрыс айтасың. Бірақ мықтылықты қатыгездікпен шатыстырмау керек. Сен болмағанда бәріміз кететін едік. Біз саған қарыздармыз. Жарар. Болғансы болды. Айтпақшы, саған сыйлығым бар. Ана бардачокташы. Не қажеті бар? Керек емес. Ашып көрсеші бірінші. Мынауың не? Ұнамай қалдың ба не? Бұл кәпірлердің көзін құртуға арналған. Кім кәпір? Толып жүр ғой. Сен намазхан емессің бе? Мұсылман деген атқа неге сай болып жүрмейсіңдер? Өзіңнің қалай жүргеніңді ұмытып қалдың ба, ахи? Сен менің бұрынғы күнәларымды есіме түсіре берме. Бұрын сен менің күнәмді көргеніңмен тәубемді көрген жоқсың. Не айтып кеттің? Күнәһарлар ол кәпірлер, зинақорлар, парақорлар. Олардың көзін құрту керек, қыру керек, субханаллах. Егер де бәріміз анау парақор, мынау күнәһар деп, ұнамаған адамның бәрін өлтіре беретін болсақ, не боламыз? Елестетіп көрші. Көшеде емін-еркін жүре алмай қаламыз ғой. Ал күнәһарлармен, парақорлармен арнайы органдар айналыссын. Себебі біз жабайы халық емеспіз. Халық мәдениетті, қауіпсіз ортада өмір сүргісі келеді. Ниса сүресінің 29-30 аяттарында бір-біріңді өлтірмеңдер. Ал кім осы айтылғанды дұшпандықпен, зұлымдықпен жасайтын болса, оны отқа саламыз делінген. Бұдан шығатын түйін адам өз жасаған зұлымдығы үшін екі дүниеде жауап береді деген сөз. Ал мен сендер үшін екінші рет түрмеге бармайын. Өз күнәңді өзің көтер. Ал сыйлығыңа рахмет. Мұнаның менде болғаны дұрыс шығар. Алла жар болсын.